Бәке, өзіңіз қысқа нұсқа ойларыңызды айтсаңыз. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ереке жаңа үлкен мәселелерді көтердіңіз. Биыл енді жалпы дайындық жұмыстары, үкімет қаулысы бәрі, әсіресе өңірлерде де, әсіресе Қостанай облысында да енді басқаларда қазір жұмыстар дайындалып жатыр. Әрине, Ахмет ағаңдар үлкен рухани құбылыс, әрине тек қана бұл жолда тіл ғана емес, жалпы ұлттық рух мәселесі, азаттық, тәуелсіздік, осының бәрін бірге алып, ұлт ұстазы деп енді бекер айтпаймыз. Осы жағынан да ашып, оның еңбектеріндегі көптің өлеңдері болсын, еңбектері болсын, саяси еңбегіне де бір әсіресе зерттеулерді осы жерде үлкен ғалымдарымыз болсын, жастар болсын, осы жағынан да бір насихат жұмысы. Өйткені біз әрқашан Алаш дегенде осы 20 ғасырдың басында Алиханмен әрқашан бірге ақаңды бірге айтамыз, бөлмейміз. Өйткені өзіңіз айттыңыз, әрине ақаңның өз шәкірттері бар. Міндетті түрде Міржақып Дулатовты айтамын, басқаларды айтамыз. Сөйтіп бұл үлкен бір рухани құбылыс. Осы жағына да тіл мектебі бір бөлек, әсіресе жаңағы мынау рухани ұлттық күреске байланысты ол кісінің жаңағы мінезі, еңбектері, еңбегі, соны әлі жан-жақты бір ашу қажет деп ойлаймын. Енді бүгінгі күн әсіресе өзекті. Мынау рухани мәселе, көбінесе тілдің мәселесі де бізге өкінішке қарай осы руханиятқа да тіреліп тұр. Бүгінгі күні мінезді қажеттілігі, тіл үшін күрес, керісінше қазір тіпті қайтардан осы мінез көрсететіндей намыс, ұлттық намысты қорғауда осындай ұлттық тұлғалардың тек қана еңбегіміз өзінде жаңағы жаңа айттық насихаттау жұмысында, зерттеу жұмысында енді біз атсалысуға дайынбыз. Енді үкіметтен де бәр жақтан да қолдау бар. Ең бастысы мынау негізгі идеяларды ол кісінің айтқан аша білсек, әсіресе ұлттық күреске, ұлттық рухқа байланысты. Бұлайша месседж дейді ғой, негізгі жастарға жеткізетіндей қылып, осы жағынан да бір ойластырсақ, әйтпесе жаңа конференция болсын, басқа да жақында мен арнайы ол кісінің туған үйіне барып келдім. Торғай ауданында, Жәнгелді ауданында, Торғай ауылының қасында арнайы. Ол жаққа да халық барып, туған жері бар, кіндік қаны қанған. Сол жаққа да барып, халық күтіп отыр ол жерде. Бір туған үйіне енді жалпы жөндеу жұмыстар жөнделер, бірақ барам деген азаматтарға да ұйымдастырып бәрін не істеуге, атсалысуға аудан әкімдігі, облыс әкімдігі бәрі дайын. Бізде енді оны жаңа ойластырайық өзіміз. Енді қысқаша айтатыным сол, Ереке, өзіңіз жаңа бәрін ашып көрсеттіңіз. Тек біздегі бір ертең болашақта бір мәтіні дайын болып жатса, жобасы, соған атсалысуға өз ойларымызды соған салайық. Рахмет назарларыңызға. Ереке, микрофонды қоссаңыз. Келесі жылы, көп рахмет Бәке. Келесі жылы енді 150 жылдық ақаңды болады, бастарымыз қосып отырмыз, бірақ ең маңызды мәселе біз көтеретін, соны қарарда да жақсылап көрсетерміз. Осындай ұлы тұлғалардың, алаш қайраткерлерінің мұрасын қайтару жұмысты біз мемлекеттік тұрғыда бір науқандарға, бір даталарға, бір мерейтойларға байланысты іске асырмауымыз керек. Олар біздің мемлекеттік тұрақты түрде үнемі қолға алынып отыратын бір бағыт болу керек. Мемлекеттік идеологиямызға айналу керек. Осы мәселелерді қозғауымыз керек. Ең басты мәселе. Өйткені көп дүние әлі архивтерде табылмай жатыр. Мысалы, Қазақстанда ақаң еңбектерін табу бұл қиынның қиыны, мүмкін емес. Өйткені мүлде жойып тастаған. Тек қана шетелде іздеу керек. Уфа, Қазан, Ташкент, Самарқанд, Түркияда архивтерінде.
негізінен. Сондықтан осындай жұмыстарды да қолға алу керек. Көп жұмыс. Олардың бәрін әрине 1-2 жылдың ішінде, 2-3 жылдың ішінде іске асыру мүмкін емес. Енді мына Zoom-ның бір қол көтеру деген нүктесі бар. Сол қол көтеру, сөз сөйлейм деген сол азаматтар міндетті түрде сол өздерінің несін беріп отырсын, өтініштерін, жарай ма? Бұл жерде қатысушылар өте көп, бәріміз сол сөз сөйлеуге ниеттіміз ғой.